Ал қыздарымыз қыз деген шашын өріп жүру керек әрдайым. Кішкене мына Асия қызымның шашын өріп қойын әдемілеп. Қызымның шашын әдемі болсын шашы. Жарайды, ертегі тыңдағыларың келді ма? Иә. Ай, мына кітап әдемі кітап екен, өзінде қандай ертегі бар екен, қазір көрейін ішінен. Асияның қазір шашын буа салайын. Асия, мына жерге отыра қой, қызым. Кел, мына жерге отыра қой. Отыра қой, қызым. Кел. Қасыма отыра қой. Қазір сендерге әдемілеп бір ертегі айтып берейін. Ерке балам менің, айналайын баласы, ертегісі тыңдағысы келген екен ғой. Ай, мына жерде қазақтың өтке көп ертегілер бар екен. Енді сендер мұқият тыңдаңдар, жарай ма? Иә. Мен қазір сендерге мына жерде арыстан күшігін асыраған мысық деген ертегін оқып берейін. Бірде мысық анасыз қалған арыстанның күшігін тауып алады. Мысық күшікті тастамай өзі өсіреді. Арыстан азу түсі жыртқыш болып өседі. Өзі тамағын өзі тауып жейтін болады. Bir күні қарны ашқан арыстан мысықты жемек болады. Мысық оның бойын сезіп, өрмелеп ағаштан ағашқа шығып кетеді. Сонда арыстан тұрып: "О, мені өсірген жақыным, маған сен туған анамдай ыстықсың. Осыған дейін бәрі үйреткенде, неге ағашқа өрмелеуді үйретпегенсің?" депті. Сол кезде мысық тұрып былай дейді: "Қиналғанда керек болар деп, әдейі үйретпеп едім" депті. Ертегі осымен аяқталды. Бұл жерде не туралы екен ертегі, балалар? Қандай жануарлар туралы екен? Арыстан, мысық туралы екен, е? Арыстанның баласын кім асырады? Мысық асырады. Ең соңында не істеді арыстан мысықты? Жеп қойғысы келді, е? Оның жегісі келгенін біліп, мысық не істеді? Ағаштың үстіне өрмелеп кетті, е? Егер жаңадан ағашқа да өрмелеуді үйреткенде, мысық не істейтін еді? Мысықты арыстан жеп қоятын еді. Жарайсыңдар.